Барлығыңызға сәлем. Бүгін ми туралы қызықты ақпараттардың екінші бөлімі. Бірінші бөлімді қарамаған болсаңыз, міндетті түрде көріп шығыңыз. Алтыншы қызықты факт: ми қыртысы дегеніміз не? Ми қыртысы бұл мидың сыртқы қабаты немесе қалыңдығы 2-4 мм болып келетін мидың сұр заты. Ми қыртысының беті әртүрлі ойықтармен және иірімдермен жабылған. Ол моторлық және сенсорлық қызметтерді атқарады. Соның ішінде ұйқы, сергектік, өзін тану, сөйлеу, ойлау және есте сақтау деген секілді, сонымен қоса мінез-құлықты реттеу қызметін атқарады. Жетінші қызықты факт: біздің миымызда шынымен де қуыстар бар ма? Я, қуыстар бар. Бұл қуыстар ми қарыншалары деп аталады. Ми қарыншалары жұлын ми сұйықтығымен толтырылған 4 қуыс: оң жақ бүйір қарынша, сол жақ бүйір қарынша, үшінші қарынша және төртінші қарынша. Осы 4 қарыншаны ажыратамыз. Және бұл ми қарыншаларында толтырылған жұлын ми сұйықтығының атқаратын қызметі ең алдымен қорғаныш және қоректік қызметтерді атқарады. 8-ші қызықты факт: біздің миымыздың қай бөлігі эмоцияларға жауап береді? Біздің барлық әрекеттерімізді ми басқарады. Іс-әрекеттердің орындалуын ғана емес, сонымен қатар эмоцияларға да жауап береді. Мида жеке эмоциялық орталықтар бар. Бұл орталықтар біздегі эмоциялар көрінген кезде безендіріледі. Қуаныш, ауырсыну, қорқыныш және тағы да басқа жасанды эмоцияларды тудыруы мүмкін. Бұл эмоцияларға жауап беретін орталық ми қыртысында және ми бағанында орналасып, лимбиялық жүйе деп аталады. Лимбиялық жүйе туралы мына 3D анимациядан көре аласыздар. Лимбиялық жүйенің басты міндеттерінің бірі бұл қауіпті жағдайларды дұрыс бағалауға көмектесу. Мұндай жағдайларда адамның басты мақсаты қауіпті жою болып табылады. Бұлайша лимбиялық жүйенің есебінен бізге төніп тұрған қауіпке ұр немесе қаш механизмі бойынша дұрыс жауап қайтара аламыз. 9-ші қызықты факт: неліктен ұйқы біздің миымыз үшін маңызды? Ұйқы бұл адам ағзасы үшін негізгі қажеттіліктердің бірі. Бұл жүйке жүйесінің қызметін тоқтата тұру емес, керісінше осы жүйке жүйесінің жақсы жұмыс жасауында туа біткен неврологиялық процесс. Ми тіңінің кейбір аймақтары өзінің қызметін төмендетсе, біз ұйқыға кетеміз. Ұйқыға кетуден табиғи оянуға дейінгі кезеңде ұйқының терең фазасы, үстірт және ауыспалы кезеңдері ажыратылады. Ұйқы кезінде дене қуат көзін қалпына келтіреді және метаболикалық өнімдерді алып тастайды. Дегенмен ұйқы жүйке жүйесі үшін өте маңызды. Өйткені бұл кезеңде синапстар мен жасушаларда ақуыз синтезі мен заттардың алмасуы жүреді. Сондай-ақ жаңа синаптикалық байланыстардың пайда болу кезеңі. Сіз өзіңіздің ұйқы уақытыңызды білесіз бе? Орта есеппен қанша сағат ұйықтайсыз? Және 10-шы қызықты факт: адам миы қалай зерттеледі? Бүгінгі таңда адам миының қалыпты жұмысын және оның әртүрлі бұзылыстарын зерттеуде көптеген әдістер қолданылады. Солардың бірі ми құрылымы мен олардың қызметін зерттеуде қолданылатын бейнелеу әдістері. Бұл КТ компьютерлік томография, ПЭТ позитронды эмиссиондық томография. Және бұл бейнелеу әдістерінің қызметін сіз мына анимациялық видеодан көре аласыз. Және соңғысы электроэнцефалография. Бас миының бетіне электродтар қою арқылы оның жұмысын бағалауға көмектеседі. Яғни мидың электрлік белсенділігін анықтау. Осымен ми туралы қызықты ақпараттарды аяқтадық. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.